Қазақ халқы әнші ақындар шоғырының аса көрнекті өкілдерінің бірі Ақан Қорамсаұлы. Жасынан ән жырға үйір. Ол қолына домбыра алып ән салады, өлең шығарады. Жігіттік, сал серілік жолға бейімделеді. Әдемі киініп, жүйрік ат, құмай тазы, қыран бүркіт ұстайды. Қасына өнерлі жігіттерді жинап, ел аралайды, сауық сайран құрады. Қалың елді ғажайып әнімен баурайды. Бір уақыт сейіл серуенге шығып, саятшылық құрады. Осындай өзгеше өміріне, өнеріне риза болған халық сері атандырады. Ақан сияқты көп қырлы өнері бар адам дүние байлыққа қызықпаған, оны мақсат етпеген. Оның есесіне құлагердей ат, қараторғай мен базар ала сияқты қыран құс пен тазы ұстаған. Ақан сал серіліктің салтанатын аңшылық, саятшылық, құс бегілік, мергеншілікпен ұштастырып, бір уақыт осыларды қызықтаған. Құс салып, ит жүгіртіп, көңілін көтеріп, жанын жадыратқан. Сондықтан бір қатар туындылары осы тақырыпқа арналған. Солардың ішінде қалың елге кең тарағаны құлагер ән өлеңі. Бірнеше рет аламан бәйгенің алдын бермей, даңқы бүкіл арқаға тараған құлагер 1876 жылы Сағынайдың астында қастандықпен өлтірілгені белгілі. Бәйгеге 323 жүйрік қосылған. Осынша аттың алдына қара үзіп келе жатқан қанатты жүйрік құлагерді Ақмоланың Алпауытты Жүсіптің жандай шаптыры қастандық жасап, айбалтымен басынан ұрып өлтіреді. Осы бір қара бет қастандық ақынның жүрегін жаралайды. Өйткені ер қанатына айналған атқа халық ерекше мән берген. Сондықтан бұл өлең ақынның ауыр жан күйзелісі, терең тебіренесіне туған. Өлеңде озбырлықтан зәбір көрген ақынның көкірегін кернеген қайғы мұңы бар. Сондай-ақ ақынның көңіл күйіндегі сан түрлі психологиялық өзгерістерде айқын байқалып отырады. Құлагерді қарап тұрған ақан сері алдыңғы аттың түсінің өзге екенін байқап мазасыздана бастайды. Бір жамандықты сезгендей болады. Жел соқса қамыспасы майда деймін. Атыңды ат айдаушы қайда деймін. Алдыңғы ат баран болмай қылаң болды, жығылмасы құлагер қайда деймін деген жолдарда бір үміт, бір күдік тайталасқа түскендей болады. Ақан сері құлагердің өлгенін естігенде есі ауысқандай басқа күйге түседі. Оның ой сезімін бір сәт шарасыздық билегендей болады. Өлді деп құлагерді естігенде бір тұрып, бір отырып ойбайладым дейді. Ақынның өкінішінде шек жоқ. Өлеңнің әр шумағы оның жай күйіне толы. Құлагер дүбірлі бәйгеге қосылған сайын ақан серінің де, елінің де намысын асқақтата түседі. Сондықтан оны бүкіл атығай, қарауылға олжа салған жүйрік ретінде жоқтайды. Ердің де, елдің де даңқын асырған тұлпардың қапияда мерт болуы жалпақ жұртқа оңай болмаған. Ор болып қалушы еді шапқан жерің, шаттанып тұрушы еді қосқан елің. Атығай, қарауылға олжа салған, бота тірсек, қыл сағақ, сандал керім. Құлагер құнанында кермеді, нағашым сұрағанда беріп еді. Ат қоса ерейменге барғанымда, бір сыншы көзі шыққыр көріп еді. Құлагер өлеңін оқып отырғанда ақан серінің жанына жара салған күйзелісі, мұң мұнары, басып тығырыққа тірелген ауру азапты сәттерінің шыны мен сырына қаныға түсеміз. Ақынның азалы үнінен сырт қалуы мүмкін емес. Қызғаныштың қызыл итін жүгіртіп, әділдікке жымысқылықпен қол көтерген қара ниет қарақшылардың зұлымдығына басылған лағнет таңбасы. Құлагерді өлтіргенде алдам несін, әркімнің тәңірім берген несі бесін. Қас қылған жануарым құлагерге, жауызға бар тілегім өлім берсін деген. Жолдар ақан серінің ғана тілегі емес, қара ниет жауға бүкіл халық қарғысы да ұқсас болады. Құлагер өлеңі бір ғана жүйрік тұлпарға арналмаған. Мұнда әділетсіздікке деген ақан серінің жан ашуы жатыр. Ат өлімі жүрегіндегі ашу-ыза кекті тұтандырып, намысын жани түскен. Сондықтан ақан сері сол тұтастағы заманның ащы шындығын ашып, қанды қол қарақшыны да, кеудесіне нампіскен озбырларды да өлтіре сынап, оларға қарсын көтереді, өлім тілейді.
болсын.